Құрметті қазақ жұрты, құрметті кино өнерін тамашалап келген азамат қарындастар, бауырлардың үлкен қазақ тарихы ұлы тұлғаларымызға, соның ішінде Шәмші атамыздың бүкіл өнерін, өмірін, болмысын арнаған үлкен осындай туындылар елімізде көп болу керек. Жалпы қазақтың тілі, қазақтың руханияты, ұлағаты кімге болса да кейінгі ұрпаққа үлгі. Бір осы кино туындыда бір шетін ғана айтсақ, мына Тақияның өзін әкенің рухы деп бергені, оның басына кигізгені, рух жалғағаны біздің ұлағатымыз. Енді Шәмші атамыздың айтқан өлеңдері, бірнеше өлеңдері, жалпы аталарымыз, біздің аналарымыз айтып келген осы туындылар ұрпақтан ұрпаққа жету керек. Шынайы адал сезім, құрмет болу керек. Сондықтан кейінгі өскелең ұрпаққа осындай кинолар болғаны дұрыс, мәні, мағынасы зор. Сондықтан құтты болсын, туындылар көбейе берсін, ел аман болсын. Рахмет сіздерге. Ал. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ел аман болып, жұрт тыныш болып, аспанымыз ашық болып, ата-анаға деген құрмет, жарға деген адалдық, отанға деген сүйіспеншілік, тілімізге деген құрмет, өнерге деген құрмет ұлтымызда мәңгі сақталсын. Аумин.